Всем привет! Бүгін біздерде дүйсенбі кезекті жаңағы өзіміздің сабағымыз. Бүгін менің темам әлеуметтік желілерде қалай жұмыс жасаймыз. Енді адамдар қосыла жатар, қазір бастай берейін. Ең бірінші жаңағы біздер өзіміздің жаңағы жұмыс бабымыз бойынша бұрын осыдан 5-6 жыл бұрын, яғни біздер дейтін живой контактпен жұмыс жасадық, яғни адамдармен бетпе-бет көрісіп отырып. Қазір заман талабы өзгерді, адамдардың барлығы әлеуметтік желінің активный қолданушы болғандықтан бүткіл жұмыстың бәрі жаңағы әлеуметтік желілерде өтуде. Сондықтан бізде жаңағы заманға байланысты өзіміз де әлеуметтік желіге үйренуіміз керек. Енді қазір өте қатты қарқынды дамып жатқан ең бірінші әлеуметтік желі ол Instagram, одан кейін Facebook, қолданушылары бар, жаңа ВКонтакте желісі бар, Twitter бар, Одноклассники бар. Әр социальный сет деп айта берейін, әлеуметтік желінің өзінің бір аудиториясы бар. Біреулер жаңа қазір тұжырымдайды, Instagram ең дамыған әлеуметтік желі деп. Олай емес, әр әлеуметтік желінің өзінің көрермені, өзінің қолданушысы бар. Барлық әлеуметтік желі қазір қарқынды дамыған. Мысалы, Instagram деп айтамыз, бірақ Instagram тікелей Facebooktың жаңағы несінде, Facebooktың собственності деп айтуға болады. Енді сабақтар көп өтіп жатыр ғой, Instagramның жаңа оформлениесі жөнінде құттай тек айтып кетейін. Ол дейтін жаңағы мен алып келгем. Аватарка, публикация саны, сіздің подписчиктарыңыз, сіз кімге подписаны. Енді публикация саны итакта белгілі, сіз қанша пост жазасыз, соған байланысты жаңағы публикация саны шығып тұрады. Мына жерде сізге сізді тыңдап қарайтын оқырманның саны болады. Бұл сіз тыңдайтын оқырман, сіз тыңдайтын активный пользовательдердің саны болады. Сондықтан, мысалы, сіз өзіңіздің Инстаграмыңызды дамытқыңыз келсе, сізде ортадағы цифрда не көп болу керек, оқырман көп болу керек. Оны сіз жаңа әртүрлі іс-әрекеттер арқылы дамытуыңыз керек. Енді ары қарай мына жерде аватарка тұрады. Аватаркаңызны неден жоғары, иықтан бастап жақсы фотосессияда алынған сурет болу тиіс. Яғни сіз жалғыз өзіңіз, жаңа өзіңіз анық көрініп тұру керексіз. Енді келесі, бұл жерде аты жөніңіз, содан кейін жаңағы Инстаграмның несі, описаниесі тұрады. Оны бәріңізді білесіз, бірақ бұрын, осыдан 2 жыл бұрын біздер Инстаграмды дамыта бастаған кезде біздер жазатын едік, Фаберликке онлайн шақырамыз, немесе басқа да бизнесқа онлайн шақырамыз, осындай деп жазатын едік. Қазіргі заман талабына байланысты, қазір сетевой маркетинг өте көп, сондықтан дейтін қазір компанияның атын жазу қажет емес деп санайды. Одан бұрын сіз мысалы описанияға өзіңіздің жаңағы дәрежеңізді жазып қоясыз, без названия компании. Мысалы, менде мына жерде вице-директор сетевой компании деп жазылды. Содан кейін іс-әрекетке шақыратын бір жақсы лозунг болу керек. Мысалы, менде помогу выйти на быстрый доход от 100 тысяч тенге в месяц, пишите. Если вы мама в декрете, этот бизнес для вас деймді. Содан кейін мына жерде көп ссылка болады ғой, ссылкаға өзіңіздің регистрация ссылкаңызды, немесе WhatsApp ссылкаңызды, немесе басқа да сізге тікелей шығалатын, звонокқа шығалатын ссылкаларды қоюға болады. Енді қазір Instagram туралы айтсақ, Instagram желісін дамытуда қандай фишкалар бар, Instagram желісін қалай тез дамытамыз. Бұрын біз жаңағы өзіміздің керемет продукциямызды Инстаграмға көп салатын едік. Мастер-класстар, жаңағы
Мысалы порошок болса порошоктың мастер классы, прокладка болса прокладканың мастер классын салып жаңағыдай адамдарды қызықтыратын едік. Қазір сетевой маркетинг көп. Әлі жаңағы 3 жылдан артық өмір сүрген сетевой маркетингтардың бәрінің де продукциясы өте жақсы деп есептеледі көбіне. Сондықтан сетевой маркетинг көп, продукция көп. Қазір продукциямен адамды көп шақыра алмайсыз. Сондықтан әлеуметтік желілерде сіз өзіңіздің личный брендіңізді дамыту керек. Енді продукция салмау керек деген емес, ол продукцияны екінші Инстаграм ашып, продукцияны екінші Инстаграмға салып қойып, бірінші Инстаграмыңызға өзіңіздің личный брендіңізді дамытсаңыз. Личный брендті қалай дамытамыз? Біреулер мысалы айтады, мен ешқайда қыдырмаймын, мен жаңағы шетелге бармаймын, мен қандай личный брендім бар деп. Ондай емес. Сіз өзіңіздің парақшаңызды қызықты етіп, оқырман жаңағы сіздің парақшаңызға қызығатындай болу керек. Ешқайда ол үшін ешқайда қыдырудың немесе қымбат ресторандарда жүрудің қажеті жоқ. Рахмет, қажеті жоқ. Тек қана сіз жаңа пайдалы контент беру керексіз. Жаңалықтарды біліп отыру керексіз. Сосын пост жазасыз. Пост жазғанда сізде жаңағы расписание дейді, контент болу керек. План болу керек пост жазудың. Мысалы, алдағы 20 күнде мен жаңа постқа не жазам, өзіңізде бәрі жаңа личный дневнигіңізде жазылып тұру керек. Бүгін дүйсенбі, мен осындай туралы жазам, ертең осындай болады менде, бүрсігін осындай болады. Сосын әлеуметтік желіні қазір Инстаграмда мысалы сіздің лентіңізді көп ақтармауы мүмкін адамдар, егер сізде жаңа не раскрученный парақша болса. Сондықтан stories деп айтады, жоғар жақта тұрады, мынадай жерде жоғар жақта домалақ болып шығып тұрады. Сол stories жақсы жұмыс жасайды. Сол storiesға өзіңіздің күнделікті жаңағы өмір сүру тәсіліңізді саласыз. Өмір сүру тәсіліңізді саласыз. Не обязательно жаңағыдай анда-мында барып, оны емес, пайдалы контент салсаңыз. Мен бүгін мысалы осындай жаттығумен айналастым. Немесе мен бүгін осындай тренердің жаңағы ютубтан несін қарадым, өзім осындай әсер алдым. Сізге де рекомендую деген сияқты жақсы посттар салып отырсаңыз, сізге жаңағы подписчиктер келе бастайды. Енді публикациясы, пост саласыз ғой, пост мысалы активность болу керек. Бір күн салып, екінші күн салмай қалсаңыз, сіздің жаңағы лентіңіз даже подписчиктердің арасында да көрінбей қалады. Сондықтан күнделікті мысалы өзіңізге қойыңыз, жаңадан ашылып отырған Инстаграм парақшасы болса, онда күніне бір жұмадан кейін көбейтіңіз. Күніне 2 пост салам, 3 сторис салам деп. Одан кейін в общем максимум жаңа ең раскрученный Инстаграмдарды қарасаңыз, күніне 5 пост, 6 пост салады. Сосын сториздары өте көп болады. Жаңағы 30-40-қа дейін сторис салып қоятын Инстаграм блогерлар бар. Сол сияқты жайлап сразу емес, біртіндеп жаңа камераға үйрену керексіз ғой өзіңізде. Біртіндеп жаңа сториздарыңызды да көбейтуге болады. Сторис салғанда әртүрлі анда нелер бар, настройкалары бар. Сіз мысалы сторис салғанда опрос бар, жаңағы гифки деген бар, картинкілер, анимационный картинкілер салып қоя аласыз. Голосование бар, сұрақ жауап деген бар. Соның бәрін мысалы қойсаңыз, адам сізге жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап берем деп, сіздің жаңағы еріксіз сіздің парақшаңызға кіреді. Мүмкін ол сол кезде қызығып, сізге ары қарай информация сұрау мүмкін. Сол сияқты жаңағы Инстаграмның нелері өте көп. Енді мен сіздерге өткен сабақта да айттым, тағы да бір айтып өтейін. Компания туралы жазбайсыз. Енді мен сізге просто ручка қағаздарыңыз болса жазып алыңыз. Мысал ретінде жаңа план контент туралы айтайын. План контентқа не жазамыз, парақшаға не жазамыз. Сіздің егер парақшаңыз, постыңыз қызықты болса, ол адам сізге келеді. Қазір адам продукцияға келмейді, адам адамға келеді, адам сізге келеді. Сондықтан сіздің
Инстаграм парақшаңыз пайдалы болу керек, қызықты болу керек, жаңағы дұрыс өмір сүру бағытында болу керек қой. Сол. Енді парақшаға не жазамыз? Сіздің егер постыңыз қызықты болса, адам сізге келеді. Сіз жаңағы конкуренттарыңыздан бөлек жаңағы өзіңіздің ерекшелігіңізді көрсетуіңіз керек. Ең басты талап ол активность, тұрақтылық. Кем дегенде 5 сторис саласыз, өміріңізді транслировать етесіз. Сосын жайлап сторис салып үйренесіз, содан кейін прямой эфирға шығып үйрену керек. Мысалы, өзіңізге жаңағы не қойыңыз, әртүрлі обучениялар бар, презентациялар болып жатады. Сол кезде прямой эфирға шығып кішкене бір 5-6 сөз айтып, міне мен жаңағы презентацияда отырмын, осындай қызықты чектар болып жатыр, үлкен чектар алады, дәрежеге жетіп жатыр деп өзіңіз айтып жүріп, прямой эфирді көрсетіп жүруге болады. Солай сіз жаңағы прямой эфирға өзіңізді камераға жаңағы үйретесіз. Сразу бірінші рет сіз камераға түскенде, сторизға түскенде, прямой эфирға түскенде, әрине сіз өзіңізге ұнамайсыз. Бірақ жайлап жаңағы өзіңіздің речіңізді, өзіңіздің жаңағы бет әлпетіңізді, киген киіміңіз, шашыңызды кейін жаңағыдай бәрін дұрыстап аласыз, соған қарап отырып. Прямой эфир жаңағы айналып кеткен блогерлардың парақшасын қарасаңыз, күнде олар прямой эфирға шығады. Енді біреулер әңгіме соғып отырады, сіз енді пайдалылыққа кеңес беретіндіктен, пайдалы тек жұмыс бабымен Инстаграмға кіретіндіктен, сіз мысалы жұмасына 2 рет прямой эфирға шықсаңыз, соның өзі сізге бірталай жеткілікті болады. Сіздің парақшаңызды қарап, прямой эфиріңізді қараған кісі сізге міндетті түрде жаңағы заявка тастайтын болады. Енді жазып алыңыз, мен сізге қазір 17 посттың түрін жазам, план контент дейді оны. Инстаграмға план контент құрғанда примерный сіз мысалы өзіңізге керегін алып, керегмесін жаңа алып тастауыңызға болады. Бірінші пост, история своя. Пишите комментарий, лайки. Әр пост жазған сайын, мына жерде пост жазасыз ғой, жоғары жағында ең бірінші жаңа строкаға үлкен әріппен жаңағыдай заглавление жазып кеттіңіз. Как вы думаете? Или как я начала, как я пришла в сетевой маркетинг деп заголовок жазып кеттіңіз. Содан кейін 1-2 курсор төмен түсіп, ары қарай неңіз жазыңыз. Мысалы, как я моя история дегенде, сіз мысалы полностью историяңызды жазбайсыз, жаңағы бір какой-то бір часть жазасыз. Қалғанын келесі жаңағы неңіз айналып келеді, план контентіңіз. Моя историяға қайттан келгенде, сол кезде тағы жалғастырып жазасыз. Предыдущий посттың жалғасы деп. Келесі, екіншісі, что я поняла, ситуация в жизни в разных сферах. Мысалы дейтін, қазір, что я поняла деген мысалы, қазір карантин уақыты, адамда мысалы уақыт бар. Адам ойланады, немесе біреу тренингқа қатысады, біреу оқу оқиды, біреу кітап оқиды, жаңағы өзіңіздің ойыңызды жинақтап, тұжырымдап, өзіңіздің ойыңызды кішкентай ғана бір 5-6 сөйлеммен өткізіп жіберіңіз. Үшінші пост өзіңіздің отбасыңыз туралы. Біз жаңа личный брендті развивать етіп жатырмыз қой. Сондықтан сіздің жаңағы өзіңіздің отбасын, өзіңіздің семьяңыз болса, өзіңіздің семьяңыз, балдарыңыз туралы жазасыз ғой. Егер жаңағы неңіз болмаса, онда ата-ана, жаңағы ағайын, іні, бауыр деген сияқты сондай общий обзор жасап кетесіз. Төртіншісі, үлгі тұтатын адам. Сіз жаңағы кімді көп тыңдайсыз? YouTube'дан кітабын кімнің көп оқисыз, немесе киносын ба. Мысалы, жалпы мен өзім мысалы кімді көп тыңдаймын. Қазіргі коуч тренер бар ғой, Құралай ханым деген. Мен мысалы сол Құралай ханымды жақсы тыңдаймын, жаңағы сөздері маған өтімді, қазақша. Мен мысалы сол кісінің жаңағы техникаларын жасаймын, прямой эфирларын тыңдаймын. Мысалы сол сияқты сол кісі туралы мен мысалы жазып кете аламын. Сол сияқты сіздің де өзіңіздің бір өзіңізге жаңағы айтқан сөзі сіңімді, түсінікті болатын адам туралы жазып кете аласыз. 5-ші пост, 5-ші күн, 5-ші пост. Провокация на ситуацию в обществе или в стране, или про пирамиду дейді. Ол не үшін керек? Ол жаңағы адамдардың көзін ашу үшін, что сіз дұрыс бағыттағы сетевой бизнесте жүрсіз. Мысалы, мына бизнес
адамдарды алдап жатыр деген сияқты жаңағы адамдардың өзіңізге деген сенімін арттыру үшін жазасыз. Мысалы, қыста болды да Гарант 24 дейтін компания қанша адамды, 40 адамды алдады. Мысалы, сол туралы сіз дейтін сол кезде жазып жүрсеңіз, уже сізге деген сенім көбейер. Немесе қазір карантин болып жатыр. Сіз сол туралы не ойлайсыз? Ситуация в стране. Жаңағы басқа елде қалай жүріп жатыр, біздің елде қалай жүріп жатыр. Сол сияқты жаңағы өзіңіздің неңізді айтып, ойыңызды жазып кетесіз. 6-шы пост. Өзіңіздің немесе жалпы бизнеске, сетевой маркетингке жалпылама жарнама жасау. Сіз неге сетевой бизнесте жұмыс жасайсыз? Сізге ол несімен ұнайды? Немесе сіз жаңағы өзіңіз бұрын мемлекеттік жұмыста жасадыңыз ба, басқа частный бизнесменнің қол астында жасадыңыз ба? Жаңағы екеуінің айырмашылығын шағын ғана постпен жаңағы істейсіз да, астына сіз қалай ойлайсыз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, өзіңіздің ойыңызды айтып кетіңіз деген сияқты. Сіз солай комментарий көбейген сайын, сізде егер мысалы жарты сағаттың ішінде көп комментарий, көп лайк болатын болса, сіз сразу топқа шығасыз. Инстаграмның топына шығып, жаңағы одан сайын сізді көп адам көреді. 7-ші мотивация. Өзіңіз қалай, например, мотивация бересіз? Бір кино қарадыңыз ба, өзіңізге өте қатты ұнаған. Өзіңіздің жаңағы күш жігеріңізді көбейтіп, өз-өзіңізге сенімділігіңізді арттыратын, немесе бір жаңағы көп қой қазір телеграмда группалар, сонан бері сіз дейтін жақсы бір өзіңізге мотивация беретін сөз таптыңыз ба? Соны жазып кетесіз. Келесі 8-ші пост. Менің көзқарасым әртүрлі тема. Жаңағы свободная тема. Өзіңіздің жаңағы бір теманы алып, сол туралы өзіңіздің көзқарасыңызды жазып кетесіз. 9-ші пост. Жаңа әлем, новизна, онлайн бизнес тренд. Жаңалық, бір жаңалықты айтасыз. Жаңағы не болады? Например, қазір Инстаграмда бұрын таргетированный реклама дейтін еді, қазір автоворонка, мысалы. Автоворонка арқылы мен вебинар өткіземін деген сияқты бір новый жаңалық ашсаңыз, например, оны білмейтін кісі қарайды. Автоворонка деген не екен, ол қалай екен деген оймен, ол тоже сіздің информацияңызға келеді. Сіз вебинар өткізіп жатасыз, информацияңызды тыңдайды. Әр жағында өзіңіздің бір бонусыңыз бар, соны тыңдайды. Например, сіз информация беріп жатқан кезде сізге ол қызығып, жаңа ары қарай бизнес туралы мағлұмат сұрауы мүмкін. 10-ші пост. Рекрутирующий пост, ограничивающий во времени, тек қана мықтыларын отбор жасаймын дейді. Енді бұл жерде, мысалы, жақсы жаңағы сетевой бизнес жақсы дамып кеткен адамдар жазады. Мысалы ретінде айтайын мен сіздерге. Жаңағы өзімнің новый веткама 3 кісі аламын, или өзімнің жаңа веткама 5 кісі аламын. 48 сағаттың ішінде маған хабарласыңыз, тек қана іскер, өз ісіне жауап беретін, еріншек емес, сондай кісілерді бизнесқа шақырамын, доведу до результата дейтін посттар қазір өте көп. Сондай өзіңіздің дәрежеңізге сәйкес жазасыз ғой. Жаңа ветка бастап жатырмын. Сон времямен ограничивать етесіз. Мысалы, 24 сағат ішінде маған 5 кісі, ең бірінші хабарласқан 5 кісіні қабыл. Сол 5 кісі сізге хабарласады, міндетті түрде сол 5 кісіге сіз мықты информация беру керексіз, уже WhatsApp желісінде немесе телефонмен. 11-ші пост. Сыйлық беремін, комментарий қалдырыңыз, лайк басыңыз. Бір пост жазыңыз, сосын сол постқа комментарий, лайк салған адамға стоп тәсілі бойынша мен осы комментарий, лайк қалдырған кісілердің арасында 3 продукция ойнатамын. Обязательно біреулер жазады, комментарий қалдырыңыз деп, біреулер жазады, отметьте 3 друзей деп. 3 друзей отметить етсе, сіз ол кісі өзі қарап отыр, еще сіздің постыңызды 3 кісіге реклама жасап отыр. Солай сіз өзіңіздің подписчиктер санын көбейте аласыз. 12-ші пост. Қалай мен демаламын? Өзіңіздің выходной күніңізді
немесе жаңа балаларыңызбен бір жаққа демалуға бардыңыз ба, жаңағы балдарыңызды қыдырттыңыз ба, или таза ауа райына өзен жағасына бардыңыз ба, соны жақсылап фотоға түсіріп, жаңа өзіңіздің бір сәт демалысыңызды көрсетіп жіберіңіз. Демалысыңыз болғанда енді пайдалы демалыс болсын. 13-ші тағы да конкурс, вирусный контент 72 сағаттың ішінде 3 досыңды белгілеп продукция комментарий жазып продукция ұтып ал. Жаңағы айтылған пост 11-ші сыйлық беремін, тап сол сияқты. Тоже сіз, например, пост жазасыз, мен жаңа конкурс ұйымдастырам. Менің жаңағы парақшамда осы конкурстың астына комментарий жазып, және 3 досын белгілеп кеткен, лайк қойған адамдардың арасында мен жаңағы тегін продукция конкурсын ұйымдастырамын. Жаңағы сізде жаңа 72 сағат уақытыңыз бар. Сол кезде жаңағы кісілер отмечать ете бастайды ғой. Сол каждый отмечать еткен 3 кісінің каждый сізге қарайды. Сізде 30 комментарий болса, 30-ды 3-ке көбейтіңіз, 90 жаңа кісі сіздің парақшаңызды қарайды. Қатысқысы келсе, олар да 3 кісіден отмечать етеді. Сонда сіз жаңағы аудитория, өзіңіздің подписчиктер санын көбейтесіз. Сіздің жаңағы подаркыңыз, сыйлығыңыз өте қымбат болудан қажет жоқ. Мысалы дейтін, бір парфюм, 3 парфюм немесе бар ғой мини парфюмдар, соларды мысалы разыгрывать етуге болады. Менің парақшамда бар, конкурс қарасаңыз болады, соңғы 2 пост. История кумирі жаңа тағы да өзіңіздің үлгі тұтатын 10 бұл дейтін история кумирі дейтін 14-ші пост. Өзіңіздің үлгі тұтатын адамыңыз. Сіз дейтін, например, ол не обязательно жаңа айналып кеткен коуч, тренер или дейтін жаңағы кітап жасаған психолог. Может, сіз өзіңіздің сетевой бизнесіңіздағы наставнигіңізді үлгі тұтатын боларсыз. Или жаңа өзіңіздің мұғаліміңіз болар, мектеп кезінде үлгі тұтатын. Сол туралы шағын пост. Не үшін сіз оны үлгі тұтасыз, қандай қасиеттері бар, не үшін жаңа ол кісіге сіз басыңызды иесіз, соның бәрін жазып кетесіз. 15-ші пост, рахмет, благодарность. Рахмет, благодарность дегенде сізде мысалы визуализация жасаймыз қазір мысалда. Айтады ғой, например, неге Құдайға рахмет айту керек, жаңа таңертең тұрғанда благодарностьпен оянғаның үшін сол благодарностьтарыңызды бір оймен түйіп, жалпы әлемге деген рахметіңізді бір жаңағы жақсы текстпен жазып кетуге болады. Не кімге, мысалы, или біреуге ма, или бір ситуацияға ма, или жаңа жалпы бір жаңа Құдайға ма, или бір жаңа адам сіздің көзіңізді ашты ма, жақсы ақыл берді ма, сол туралы өзіңіздің жаңағы рахметіңізді айтып, жаңағы шын көңіл, жақсы пейіліңізді көрсетуіңіз керек. 16-ші пост, бизнеске қатысты кітап, кино, материал туралы пост. Мотивациялық кино қарайсыз ба, кітап оқисыз ба, немесе сіз бір тренерді қарадыңыз ба, өзіңіз жаңа сабақ ретінде. Сол туралы постыңызды жазыңыз. Мен мысалы, или 5 топ мотивация беретін, бизнесқа көмегі бар мотивация беретін кино, немесе 5 топ менің ұнатқан кітаптарым, немесе 5 топ мен жаңа маған жақсы не беретін психологтар, тренерлар, коучтар, сол туралы мысалы жазып кетесіз. Ақтығында әрбір посттың ақтығында сіз адамды, ана жақта оқып отырған адамды комментарий қалдыруға, лайк басуға жаңағы үндеп отыруыңыз керек. Сіз қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз, бұл мен үшін маңызды сияқты сөздерді, саламатса сөздерді жазып кетесіз. 17-ші пост, менің нәтижем, команда нәтижесі, әр салада денсаулық, бизнес, ақша, отношения, түсінік. Жаңағы каталог бітті, немесе аяқталды, бір жаңағы өзіңіздің командаңыздағы біреу жаңа нәтиже ашты ма, көтерілді ма, жаңа өзіңіз, или дейтін, өзіңізде результат болмаса, может сіздің дейтін параллельный структурыңызда біреу жақсы результатқа шықты ма, сол бір нәтижені, жаңа өзіңіздің жаңа бизнесте жүргенде, бизнесте нәтиже бар екен көрсетіп кеттіңіз.
Жаңағы мен сізге план контентті бердім, мына 17 посттың түрін бердім. Енді ол, например, оның бәрі сізге ұнамауы мүмкін, сондықтан өзіңізге қажеттісін аласыз. Тағы Instagram туралы не айтамыз? Таргет рекламасы да, таргет рекламасы оның өзінің настройкасы бар. Оны енді мен сізге қазір Instagram арқылы түсіндіре алмаймын. Посттардың арасында сіз ленті қарап отырғанда подробнее написать, жаңағы купить деп астында шығып тұратын біреулердің өзіңізге таныс емес кісілердің рекламасы шығып тұрады ғой. Сол таргет рекламасы деп аталады. Енді мен сіздерге автоворонка туралы айтайын кішкене. Автоворонка дегеніміз не? Воронка дейтін обычно біткен не? Сол мысалы қазір бұрында сетевой бизнесте жүргендер жаңағы спамить ететін еді. Жаңағы өзіңізде байқаған боларсыз, жаңағы сіздің личкаңызға, дайректіңізге сообщениелер келеді. Осындай фирмаға сізге тіркелуге ұсынамын, осындай продукция, осындай мүмкіндік, осындай ерекшеліктері бар деп. Қазір, например, сетевой маркетингте жүрген адамдар личный брендті развивать етеді да, жаңағы наоборот өзіне шақырады, кісіге сообщение жазудың қажет жоқ. Сіз бір жаңағы, егер сіздің нәтижеңіз жақсы болса, сіз бір саты жаңағы адам сізді іздеп келу керек. Сондықтан қазір автоворонка деген керемет мүмкіндік шықты Инстаграмда. Ол дейтін қазақша сіздерге түсіндіргенде сүзу деген сөз. Жаңағы адамдарды сүзбелеп, сізге ең қажетті жаңағы сізге, яғни бизнесқа келетін немесе регистрацияға келетін кісілерді сізге сүзбелеп, сүзгіден өткізіп дайындап беретін бір керемет жаңағы деп айтсам, құрал Инстаграмда. Жалғыз Инстаграмда емес, ВК-да да, Фейсбукта да бар. Ол қалай жұмыс жасайды? Сіз жаңағы неңізді автоворонкаңызды настраивать етесіз. Мына сторис жүретін жер бар ғой, сол жерде кейбір сізге тоже таныс емес адамдардың несі шығып тұрады. Рекламасы шығып тұрады. Жаңа осындай консультация беремін. Сіз ол кісіні танымайсыз, ол сізге қайдан шығып тұр деп ойлайсыз. Ол сізге жаңағы автоворонканы настроить етті, сіздің, значит, регионыңызды таңдады. Сондықтан ол сізде жаңағы ол дейтін таңдайды. 30-дан 40-қа дейін, 40-тан 50-ге дейін адамдардың арасында мен осы рекламаны запускать етемін деп Инстаграмға ол ақша төлейді. Сол үшін ол сізге келіп тұр ол реклама. Мысалы, егер сіз жаңа сетевой бизнесте жүрген, егер сіз сетевой бизнесте жүрген адам болсаңыз, сіз мысалы айтасыз. Мен осындай күні, осындай жаңа настройка жасайсыз ғой, видеосын түсіресіз. Анық жаңа качественный видео түсіресіз. Мен осындай күні, осындай сағатта вебинар өткіземін. Ол вебинарда мен жаңа сетевой бизнестің 5 үлкен преимуществосын айтамын. Қалай сіз жаңа бір айдың ішінде үлкен доходқа шыға аласыз, сол туралы айтам дейсіз. Қазір бәрі карантинда отыр, бәрі қарайды. Сосын сіз айтасыз, егер сізге жаңағы ол қызықты болса, сіз жаңағы мына ссылка бойынша өтіңіз дейсіз. Ссылка бойынша өткенде сіз дейтін жаңағы ол кісілер дейтін сізге сообщение болып келіп тұрады, не деп, прошла по ссылке деп. Сол кісілердің бәріне сіз жаңағы өзіңіздің вебинарыңыздың ссылкасын жібересіз. Сағат, например, бүгін 15:00-де менің жаңа вебинарым, тегін вебинарым өтеді дейсіз. Вебинардың соңына сіз бір бонус әзірлеп қоясыз обязательно. Ол PDF кітапша бола ма, ол бір екінші видео бола ма. Ол дейтін, например, тағзат бар, каталогыңызды саласыз ба, или тегін регистрация жібересіз ба. Мысалы қарайсыз, өзіңіздің таңдауыңыз бойынша бір бонус, обязательно бір тегін бонус дайындайсыз. Сосын вебинарыңызды бастаған кезде, мысалы, сіз жаңа төлеген төлеміңізге байланысты, сіздің вебинарыңызға 300 адам тіркелді дейді. 300 адам тіркелді, сіз жаңағы вебинарыңызды бастадыңыз, 300 адам кірді, бірақ ол 300 адамның бәрі сіздің вебинарыңыздың соңына дейін отырмайды, ол айдан анық нәрсе да. Біреу кіреді, шығады. Сондықтан сіз бастағанда айтасыз, менің жаңағы тегін бонусым бар. Кім осы вебинардың соңына дейін отырады, сол кісіге жаңағы менен тегін PDF кітапша. Демесе, жақсы жаңа
бесплатный регистрация жана өзүңүздүн фантазияңызга байланыштуу тандайсыз бонусуңузду. Сол кезде сиз көбүрөөк адамды жанагы вебинардын соңуна дейин алып каласыз. Өзүңүздүн информацияңызды берип атасыз, олар тыңдап атыр. Олар жанагы китап ушаш үчүн тегин нерсеге адамдар көп жүгүрөт го. Жанагы неңизди карап отурады. Информацияңызды карап отурат. Сол кезде сиз бир жанагы адамдын мыйына щелкнуть этетін информация берүү керексиз. Тәтті жана оған мынау менің іздеп жүрген бизнесім екен ғой деп айтатындай сол бір 15-20 минуттың ішінде сіз сол адамның жанагы несін баурау керексіз. Енді дейтін соңына дейін отырды. Жана бонус, тегін бонус бересіз. Тегін бонус бергенде жанагы ол мысалы 300 кісі кірді, 200 шығып кетті, 100 қалды дейді. Жана просеивать етіп жатыр да, 300 кісі кірді, 200 жартысына дейін отырды, 100 соңына дейін қалды. Значит, ол 100 адамның какой-то бір 50% болсын интересі бар сіздің айтқан сөзінде. Қалды, тыңдады, тегін бонусты алғанда сіз оларға жазасыз. Номер қалдырады WhatsApp-қа. WhatsApp арқылы жіберем дейсіз, номеріңізді WhatsApp-қа қалдырады. И сосын сіз сол кісіге информация бересіз. Автоворонка деген сол көп адам мысалы түсінбейді. Ол автоворонка деген не? Ол жанағы бизнеске дайын кісілерді жаңа просеивать етіп, сүзбелеп өзіңізге жаңа көп уақыт алмас үшін жаңағыдай. Егер сіз автоворонкамен жұмыс жасасаңыз, сіз жаңағы дұрыс жұмыс жасасаңыз, үйленіп алсаңыз, жаңағы айына бір 40-50 кісі жаңағы әкеліп отырасыз командаңызға. Потребители бар, бизнес құратыны бар, әртүрлі продавеці бар, әртүрлі жаңағы нені әкеліп отырасыз. Енді Инстаграм бойынша тағы сұрақтарыңыз болса айтыңыз. Осыдан кейін кішкене ВК туралы айтып кетейін. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбей алғандарыңыз? Таргетик рекламасында настроить етіп қоюға болады. Енді дейтін бағасы примерно бірдей болады автоворонка мен таргеттің. Оны дейтін түсіндіру өте қиын. Жаңағы YouTube желісінен қарап настроить етсеңіз болады, немесе дейтін көп қымбат емес, ақылы сабақтар болады. Біреуге сіз бермеңіз оны настройка жасауға. Өзіңіз настраивать етіп үйреніңіз, болашақта керек болады. Каждый автоворонка настраивать еткен сайын кісіге ақша төлеп отырмайсыз. Сондықтан лучше үйреніп алуға төлеңіз бір рет. Просто дейтін сайт бар қазір. Мысалы, соған обученияға кіруге болады. Қымбат емес, бағасы. Сонда барлығы бар. Бүткіл әлеуметтік желінің жаңағы сабағы бар. Енді мен сіздерге ВК туралы айтып кетейін. Жаңағы қазір әлеуметтік желі дегенде көбі Инстаграм деп отырады. Бірақ та дейтін әр жаңа бана айтып кеткенде әр әлеуметтік желінің өзінің жаңағы сүйікті оқырмандары бар. ВК желісінде де көп кісі отырады. Статистика қарадым, мен статистика қарағанда, например, Қазақстанда 18 миллион адам болса, соны 7 миллионы ВК-да отырады екен. ВК-да тоже дейтін реклама жасап не істеуге бар. ВК-да да жаңа Инстаграм сияқты таргет бар. ВК-да да жаңа не бар, автоворонка бар. Сосын ВК-да басқа реклама түрлері бар. Сосын ВКонтакте желісінің бір ерекшелігі, оның рекламалары арзан. Сол. Енді ВК туралы қазір мен сіздерге айтып кетейін, есіме түсіріп алайын. Тоже тап сол сияқты ВК желісінде де не құрасыз, страница қоясыз. Ол жерде де тоже настройкасы өте көп. Жеке страницаңызды ашасыз, жаңа фотоларыңызды қоясыз, жаңа описаниясын жазасыз. Тап сол сияқты, Инстаграмдағы сияқты продукция рекламировать етпейсіз. Өзіңіздің жеке брендіңізді тоже развивать етесіз. Жаңағы сіз дейтін Инстаграмдағы посттарыңызды копировать етіп, ВК-ға да салып отыруға болады, ештеңе етпейді. Жаңа контент бір болсын, бірақ не оқырмандарыңыз әртүрлі болады. ВК-да жаңа опростары біздер неге сторисқа қоямыз ғой, Инстаграмда опрос. Қалай ойлайсыз, да, нет деген.
тап сондай опрос түрі лид магнит деген сервиста жасалады. Оны дейтін жаңағы настраивать етесіз, посттар жазасыз тоже. Тағы не айтамыз, ВК-дағы таргет лид магнит арқылы жасалады дейді. Мына жерде міне мен просто сіздерге оны түсіндіре алмаймын, ол үшін кіріп отыру керек. Мынандай көп настройкасы. Жарнама жасайсыз, автоворонка есть. Сосын бана нені айтып кетейінші. Автоворонкадан кейін сіз жаңағы адамдардың несін аласыз, сол контактілерін, сол кезде сіз дейтін консультация бересіз. Жаңағы көбіне енді біздер WhatsApp арқылы береміз, аудиозаписпен или былай жазып. Негізі не болатыны, әсер беретіні негізі видеозвонок немесе скайп арқылы байланыс жасау. Танысасыз, ортақ әңгіме табасыз. Мысалы, ортақ әңгіме деген қалай болады? Ортақ әңгіме дейтін жаңағы ол кісінің мысалы жұмысын сұрайсыз. Может, ол мұғалім болар. Я, мен де мысалы мен өзім расымен де бывший мұғаліммін, например. Ортақ әңгімеміз табылады. Қазір жаңағы анау қағазы көп, бірдеңесі көп деген сияқты. Сосын жаңа ережемен жұмыс жасайсыз. Адамның точка А мен точка Б-сын табасыз. Точка А, точка Б дегені ол не? Адам точка А-сы, ол адам қанша ақша тауып отыр. Точка Б-сы оның қанша ақша тапқысы келеді. Оның жаңағы ойында, мысалы, өзінің максимумы болады. Бір адам 200 мың дейді, бір адам миллион дейді айына. Сол точка А-сы мен точка Б-сын тауып, сіз жаңа өзіңіздің маркетинг планыңызды ұсынғанда сол точка Б-ны көрсету керексіз. Точка Б бізде мысалы жаңа миллион болса, міне бриллиантовый директор жаңағы каждый 3 жұма сайын миллион тауып отыр. Сіз жаңа осындай қарқынмен жұмыс жасап, сіз жаңа бриллиантовый директорға жетсеңіз, сіз өзіңіздің армандарыңызды орындай аласыз деген жаңағы ауқымды консультация беру керексіз. Ол үшін жаңағы адаммен бетпе-бет жүздесу, видеозвонок жасағаныңыз ыңғайлы болады. Сосын сол адамның мақсат армандарын табу, например, егер сіз жаңағы миллионыңызды тауып отсаңыз, сіз не істейсіз? Мақсатыңыз қандай болады? Арманыңыз қалай өзгереді деген сияқты жаңағы неңізді айтасыз. Оның армандарын білесіз, неге орындалмай жатқан жаңағы жалақысының аздығы, немесе кредиті бар, немесе үйі жоқтығын жаңағы сіз оны дейтін түртіп оған сіз мына бизнесте тұрақты еңбектеніп, осындай жағдайда осындай неге келсеңіз, сіз дейтін 3 жылда жаңа проблемаңызды шешесіз деп түсіндіру керек. Көрсету, жаңағы көтерілу жолын көрсетіп, анық адамға жаңағы несін беру, картинасын беру керек. Міне, сен келесің, мысалы, каталогта 10 кісі әкелесің, мен саған үйретем, мен саған көрсетем, 10 кісі әкелесің, сол 10 кісі 2 кісіден әкелгенде сен осындай дәрежеге жетесің. Ол 2 кісіден әкеліп, осындай кісі болғанда сенде минимум заказдарың осындай болса, сен осындай уақытта бриллиантовый директор жаңағы өзіңнің армандап отырған жалақыңа жетесің. 6 айда 100 мыңға шығасың, 1 жылда 300 мыңға шығасың, 2 жылда жаңағы сен осындай доходқа шығасың деп, соны жаңағы точка А-сынан точка Б-сына дейін армандатып мақсатын көрсету керек. Сол енді дейтін тағы не айтам сізге, социальный сеттер көп қой, енді Facebook, например, тоже жақсы жұмыс жасайды. Facebooktың несі, қалай Facebooktың ішінде отыратын адамдар мүлде басқа адамдар. Сіз мысалы біздің бизнес, международный бизнес қой. Сіз мысалы Турцияға шыққыңыз келсе, Facebooktан қараңыз, анда сообществолар өте көп. Русскоязычный в Турции, русскоязычный в Стамбуле, жаңағы в Анкаре деп көп шығады. Мысалы, соның ішіндегі адамдармен сіз жаңағы жеке-жеке неге шыға аласыз, жаңағы информация беруге танысып, сразу информация бермейсіз, танысасыз, жаңағы несін білесіз, содан кейін жайлап неңізді, өзіңіздің ұсынысыңызды бересіз. Енді Твиттерда мен қарамаппын, онда қандай адамдар отыратын, енді Facebook, ВК, Одноклассник, Instagram. Сол сұрақтарыңыз бар ма? Қандай тағы информация керек? Қайталап кетейін, Инстаграмды жаңағы
любой әлеуметтік желіні дамыту үшін жаңағы сетевой бизнесте қазір продукцияны салып өте көп қажет емес. Личный брендті дамытасыз. Личный брендті дамыту үшін сіз Инстаграмда пайдалы кеңес, тұрақты постыңыз болу керек. Постыңыз сіздің пайдалы болу керек, адамға қызықты болу керек, ешқандай андай негатив көп болмау керек. Сосын тұрақты түрде сторис түсіріп тұруыңыз керек. Мысалы күніне 5 сторис нормально. Енді сіз жаңағы аудиторияңыз өте көп, жаңағы сізге жақсы обратный связь беріп тұрса, уже сіз сторис санын көбейту керексіз. Опрос, жаңағы тест, қалай ойлайсыз, гифки, жаңағы свайпы вниз деген сондайларды қойып, сіз адам санын көбейту керексіз. Енді таргет рекламасын қоясыз, сосын автоворонканы қоясыз, сол кезде сіздің инстаграмыңыз жаңағы подписчиктерді көп жинай бастайды. Рахмет. Сіздерге түсінікті болса, пайдам тисе өте қуаныштымын. Сол енді сұрақтарыңыз болмаса, онда прямой эфирді мен завершить етейін. Келіп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Инстаграмыңызды, әлеуметтік желілеріңізді дамытып, керемет блогер болуларыңызға тілектеспін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, індеттен тезірек құтылайық. Жақсы жаңалықтармен сіздерде тек сәттілік болып, жаңағы бизнестарыңыз дами берсін. Жақсы, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.